Сәлеметсіздер ме? 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Students Book'тың 17-18 беттерін түсіндіріп беретін боламын. Ең алдымен видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп алайық, және де лайктарыңызды аямай басып кетіңіздер. Exercise 1 listening екен, яғни бірінші жаттығу complete the questions and the answers, then listen and check дейді. Яғни бұл жерде бізде дұрысын белгіле дейді. Тыңдалым бойынша, бірінші, are you okay, Lisa дейді. Lisa, сен жақсысың ба дейді. Yes, I am or no, I'm not дейді. Яғни бұл жерде yes, I am болады. Келесі, are you football fan? Сен футбол фанатысың ба дейді. Яғни бұл жерде бізде yes, I am, no, I'm not дейді. Яғни бұл жерде де I am сөзін қоямыз. Келесі, is her name Stephanie дейді. Оның есімі Stephanie дейді. Stephanie ма дейді. Yes, it is, no, it isn't. Яғни бос орынға үшінші жердегі isn't сөзін қоямыз. Төртінші, are we on TV now? Yes, we are, no, we aren't. Яғни төртінші орынға are сөзін қоямыз. Келесі, are they from Britain? Яғни бесінші орынға they сөзін қоямыз. Келесі, yes, they are, no, they aren't. Яғни осы жауаптарды мұнда бос орындарға қойып шығамыз. Келесі, екінші жаттығу complete the questions and write short answers дейді. Яғни сөйлемді толықтыр дейді. Бұл жерде бірінші, are you from China? Сен Қытайдансың ба дейді. Екінші, is Lady Gaga your favorite singer? Сенің сүйікті әншің Lady Gaga ма дейді. Үшінші, are you and your friend football fans? Сен және сенің досың футбол фанатысыңдар ма дейді. Төртінші, is Rio de Janeiro in Brazil? Rio de Janeiro Бразилияның қаласы ма дейді. Келесі, бесінші, is The Hobbit is good film? Hobbit фильмі өте жақсы фильм бе дейді. Алтыншы, is Rafael Nadal is a singer? Rafael Nadal ол әнші ме дейді. Келесі, жетінші, are computers expensive дейді. Компьютерлер арзан тұра ма дейді. Қымбат па дейді. Сегізінші, is your name Stephanie? Сенің есімің Stephanie ма дейді. Яғни осылай осы сөздерді бос орындарға жазып шығамыз. Келесі, үшінші тапсырма exercise 4 working pairs ask and answer the questions in exercise 2 дейді. Екінші жаттығудағы сұрақтарға жауап берді. Яғни жауап береміз. Бірінші, яғни осы жауаптарды жазып алсақ болады. Жазып аламыз. Асықпай мен тоқтай тұрамын сендерге. Және төртінші тапсырма. Listen and order questions 1 till 5. Then listen again and write the answers дейді. Яғни бұл жерде тыңдалымды тыңда, және де мына 5 сұраққа жауап бер дейді. Бұл жерде бірінші сұрақ, where are you from? Сен қайдансың дейді. Яғни бізде 5-ші тапсырмада 4-ші тапсырмадағы сұрақтарға жауап беру керек. Where are you from дейді бірінші. I am from Kazakhstan дейміз. Мен Қазақстаннан дейміз. Екінші, how old are you? Сен қанша жастасың дейді. Яғни әркім өзінің жасын жазады. I am 10 years old немесе I am 11 years old. Яғни 11-де болсаң 11 дейсің. Сол сияқты. Келесі, үшінші, who is your favorite singer? Сенің сүйікті әншің кім дейді. Бұл жерге де мына қызылмен белгілеп қоямын. Осы қызылмен белгілегеннің орнына өздерінің сүйікті әншілерін жазсаңдар болады. My favorite singer is Тұрар дедім. Келесі, what's your name дейді. Мен мысал ретінде жаздым. My name is Ажар деп. Мына қызылмен жазылған Ажар сөзінің орнына өздерінің есімдерін жазасыңдар. Келесі, what's your favorite sport? Сенің сүйікті спорттың қандай дейді. Мен мына жерде баскетбол жаздым. Сол сияқты өздерің өзгертіп жазсаңдар болады. My favorite sport is basketball. Яғни осы қызылмен жазылған сөздерді өздерің өзгертіп шықсаңдар болады. Мынау 10 жастамын дегенді де өзгертіп 11 немесе 12 деп өзгертсеңдер болады. Келесі, 6-ші жаттығу activate working groups. Look again at exercise 1 on page 16 and ask about people's favorite things using who or and what. Say something about your partner's favorites. Яғни 16-ші беттегі бірінші жаттығуға қарап who немесе what құрылымы бойынша сұрақтар жаз дейді, құрастыр дейді. Яғни мен мысал ретінде жаздым. Who is your favorite singer? Сенің сүйікті әншің кім деп жаздым. My favorite singer is Jessie J. I think he is great.
Келесі, what's your favorite sport? Сенің сүйікті спортың қандай? My favorite sport is football. I think that's not boring. Осылай жазып аламыз. Бұл сөйлемдер жазып алу міндетті емес. Бұл жерде өздеріңе байланысты етіп өзгертіп жазсаңдар да болады, иә. Келесі, бізде 18-ші бет speaking. Бірінші жаттығу, look at the photo. Club is Tom interested in. Суретке қара дейді. Том бұл үйірмеге қызығып тұрма дейді, иә. Бұл жерде Tom is interested in a sport club дейді. Яғни бұл жерде Том спорттық үйірмеге қызығып тұр деп жауап береміз. Екінші, listen to the dialogue. Яғни мына диалогты тыңда дейді. Бұл оқуға берілген түрі, және де бұны listening мұғалім тыңдатады. Сол тыңдалымды тыңда дейді. Бұл жерде орындайтын тапсырма жоқ, себебі тек тыңдау керек. Үшінші, complete the key phrases from the dialogues and practice the new dialogue дейді. Яғни мына бос орындарды толықтыру керек. Sorry дейді, кешірім өтінемін дейді. Can you spell that please? Сен бұны маған қайталап айта аласың ба дейді. Great, thanks дейді. Жарайды, рахмет дейді. What's your phone number дейді. Сенің телефон номерің қанша дейді. Welcome to the club дейді. Біздің клубқа қош келдің дейді. Келесі, төртінші, listen and practice the alphabet. Check the pronunciation of each letter in the table below дейді. Яғни мына жерде бізде оқылуы бойынша жазылған, A дейді. Яғни A дегенге бірінші A, H, J, K. Яғни әр әріпте A дыбысы естіледі. Келесі, E. Яғни B, C, D, E, G, P, T, V. Не барлығы E дыбысымен айтылады. Келесі, E. Яғни F, L, M, N, S, X, Z. Яғни E. Келесі, I and Y. Келесі, O. Яғни O дыбысы. Келесі, U. Яғни Q, U, W. Яғни үшеуде U. Келесі, R. Яғни R дыбысы. Бұл жаттығуда орындайтын тапсырма жоқ, тек тыңдалымды тыңдап және мыналарды мұқият оқу керек. Келесі, бесінші тапсырма, test your partners. Think of different words to spell. Яғни бұл жерде мысал келтірейін. Can you spell taekwondo дейді. Taekwondo дегенді ұзақырақ айтып бере аласың ба? Yes, taekwondo, яғни жазып бер дейді. Мына жерде мысал келтірдім мен, соған ұқсатып can you spell singer дейді. Singer сөзін бөлшектеп айтып берші дейді. Yes, singer деп. Яғни мынаны жазып қойсаңдар болады. Жазып аламыз. Келесі, алтыншы тапсырма, play hangman дейді. Follow your teacher's instructions. Яғни бұл жаттығуда мұғалімнің нұсқаулығы бойынша сыныпта орындалатын тапсырма. Келесі, жетінші, activate working pairs, prepare new dialogue, look at the dialogue in exercise 2, change the words in blue and use your information. Яғни екінші жаттығудағы саған қатысты информацияларды қолданып, мына диалогтағы көкпен жазылған сөздердің орнын ауыстыр дейді. Бұл жерде бірінші reception мен Томның арасындағы, Том емес, бұл жерде сендер өздеріңді қоясыңдар, яғни өздерің есімдерін қоясыңдар. Hi, what's your name? Сәлем, сенің есімің кім дейді. My name is Ажар Қожақызы дедім. Яғни мына Ажар Қожақызы деген жерге өздерінің есімдерін жазсаңдар болады, қызылға. Келесі, sorry, Ажар дейді. Яғни мына жерге де өздерінің есімдерін жазасыңдар. Кешір, Ажар ары қарай айта алмай тұр, яғни Қожақызы дегенді сұрап тұр. Яғни мына жерде Ажар айтады, Қожақызы дейді, яғни фамилиясын қайталап айтып жатыр. Бұл жерге өздерінің фамилияларын жазсаңдар болады. Келесі, can you spell that please? Маған әріп деп айтып берші дейді. It's Қожақызы, яғни мына жерде әріп деп айтып беріп тұр. Осыны өздерінің фамилияларын жазасыңдар ұзағырақ қылып. Келесі, great, thanks. How old are you, Ажар? Өте жақсы, керемет. Ажар, сенің жасың нешеде дейді. Яғни Ажар сөзінің орнына өздерінің есімдерін жазасыңдар. I'm 10 дейді. Мен 10 жастамын дейді. Яғни бұл жерге өздерің қанша жасы екендерін жазсаңдар болады. 10 сөзінің орнына. Келесі, okay. And what's your phone number дейді. Сенің телефон номерің қанша дейді. Яғни мына жерге өздерінің мына бос орынға өздерінің телефон номерлерін жазсаңдар болады. Great, welcome to the club. Өте керемет, біздің үйірмеге, клубқа қош келдің дейді. Яғни осымен біздің сабақ талдау аяқталды. Оқушылар, сау болыңдар.